Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен тәбетіңізді ашатын осындай әдемі баклажан мен кабачкиден ресторанский рулеттер дайындайтын боламыз. Онда бастадық. Бізге бұл жерде 1 штук баклажан, 1 штук кабачок керек болады. Бастарын алып тастап, жуып тазалап аламыз алдымен. Содан кейін барып, осылай ұзын-ұзын тәрізде жіңішкелеу етіп кесіп аламыз. Қатты қалың болудың қажеті жоқ, жіңішкелеу болғаны дұрыс. Бізде пісіп жатқан кезде, ораған кезде жаңағы жыртылып кетуі мүмкін. Сондықтан енді ыдысымызға су құйып, тұзын молдау саламыз. Ішіне жаңағы кабачок пен баклажанымызды салып, 10-15 минутқа қойып қоямыз. 10 панировочный сухариге жұмыртқа керек болады. Бірінші баклажан кабачкиларымызды алдымен ұнға, содан кейін барып жұмыртқаға, ең соңында панировочный сухарикке булап алатын боламыз. Духовкамыздың листіне пергамент қағазын төсеп, үстіне міндетті түрде пісте маймен майлап аламыз, болмасам болмай қалады. Осылай барлығын теріп шығамыз. 180 градуста қызып тұрған духовкамызда 15 минуттай беті қызарғанша пісіріп аламыз. Бізге бұл жерден ішіндегі заттарын көрсетіп өттім. Ішінде майонез бен чеснок, салат жапырағы, укроп, помидор қажет болады. Рулеттерімізді орауды бастаймыз. Алдымен ішіне майонез бен чеснок араласқан массамызды жағып, ішіне помидорымызды, салат жапырағын салып, рулет тәрізді етіп орап аламыз. Ішіне зелень, жаңағы салат жапырағы, укроп салуды ұнатпасаңыздар, ішіне сыр салсаңыздар болады. Ол менде өте күшті болып шығады. Жаңағы салат жапырағы, укроппен әрі сәнді, әрі дәмді болып шығады. Көрінуі де өте әдемі болады. Бетіне бальзамический соус сеуіп, осылай сәндеп аламыз, әрі дәмді күшті болып шығады. Біздің рулеттеріміз дайын. Парақшама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Лайк басып, коммент жазып мені қолдап кетіңіздер. Ас болсын.